Қызым-ау, тұра ғой енді, түс болды шырағым. Жата бересің ба? Істейтін тірлік көп, деп сүлгіні иығына аса кірген Айман қызын осымен үшінші рет оятып тұрған еді. Ой, мам, бір демалыста ұйықтайыншы, әлі ерте ғой. Қандай демалыс? Бүгін жұма, ауруханаға барып, Аяның құжаттарын алып кел. Результаты дайын болған шығар ендігі, деп іштей күбірлеп сөйлеген Айман асүйге қарай бет ала. Айгүл керіле тұрып, бетін жуып, киініп те үлгерген. Сөмкесін мойнына асып жатқан Айгүлге анасы: «Шайыңды ішіп алсаңшы», жүре сөйлеген Айгүл: «Мам, бүгін қыздармен кездесеміз, Айжанның туған күні, соны атап өту үшін қалаға түсеміз. Сол жерден кафеге отырып тамақтанамыз ғой». «Жақсы қызым, тым кеш қалма, жарайды ма?» «Жарайды, мам». Келесі көшеге телефонмен селфи жасап, жайбарақат келе жатқан Айгүлдің алдына есігі сырғып ашылатын ақ машина тоқтай қалды. Жан-жағына жалтақтай қараған дәу қара жігіт машинадан аяғын шығармастан басын қылтиып: «Қарындас, Жомарт мырзаның үйін қайда екенін білесің бе? Айтып жіберші». Ойында ештеңе жоқ Айгүл өз ауылының адамы емес екенін аңғарып, мектепте күзетші болып істейтін Жомарттың үйін түсіндіріп жатты. «Аға, қазір оңға, сосын тіке жүресіз, сосын солға бұрылғандағы сары үй». Сөзін соңына дейін жеткізбеген дәу қара қолын созып жол көрсетіп тұрған Айгүлдің қолынан тартып итере машинаға отырғызып, жанталаса есік жауып жатып, водительге «поехали» деп еді. Ойық жолдарға қарамастан көзіне очки таққан жасы 40-тан асқан орыс жігіті машинаны селкілдетіп жүріп кетті. Не болғанын енді түсінген Айгүл жұлқынып, айғайлап, көмек сұрап қашуға бар күшімен тырысып көріп еді. Дәу қара мен ұзын сары жігіттің ортасынан шыға алмайтынын түсінген соң басқа амалға көшті. «Істегендерің үшін әлі жауап бересіңдер. Милицияда ағам істейді, олардың қорғаушы жігіттері бар. Сендерді тауып алып жазаларыңды береді. Осы жерден түсіріңдер, әркім өз жолымен кетсін, сонда ешқандай проблема болмайды». Екеуіне айтқан сөзі шыбының ызыңындай әсерде етпеген тәрізді. Бір-біріне қарап мырс ете күлді де өздерінің әңгімелерін бастап кетті. «Нема, кеше гол күшті болды, Астана командасы жақсы ойнайды». Одан әрі екеудің әңгімесі естілмегендей күбірге айналып кетті. Бар ойы күтпеген жағдайдың шешімін табу болатын. Қалың ойдың шырмауынан машинаның сигналы селт еткізді. Қайта-қайта сигналды басқан водитель машинаны айналдыра абыр-сабыр адамдар жиналған шағын бейтаныс үйдің алдына тоқтады. Есікті шегіне дейін ашқан дәу қара мен ұзын сары секіре түсіп, жиналған ауыл адамдарымен амандасып, кейін бір топ болып тұрған жігіттермен бастарын түйістіріп, амандаса бір-бірін жұлқылай күресе кетті. Арасында дәу қара бұлшықеттерін көрсетіп мақтанып қояды. Бір қызды машинаға сүйреп салғанын арыстанның басын алғандай абырой көреді ме қалай? Іштей ызаға булығып отырған Айгүлге осында адамдардың бәрі көзіне жау көрінді. Осындайда бар тілегін орындайтын сиқырлы күш болса ғой, бірден дәу қарадан бастап кегін алатын беді. Әркім өз ісімен әлек, баласы да иті де жарысып абыр-сабыр күйде. Бір әйел қолына оқтау алып жүгіріп жүр, енді біреуі баласын бір затқа жұмсап жатқанын, басын изеп, көзін ашып жұмып, ернін жымқыра сілтеп сөйлегеннен аңғаруға болады. Осы сәтте тарелкеге конфет салып ұстаған әжей, томпақ қара көзі бақырайған қолында орамалы бар әйел жанына арықтау келіншекті ертіп, машинаға қарай жақындаған еді. Ұзындау келген келіншек машинаның есігінен басын тығып, қабағын түйіп, көзін сығырайта: «Отырсын қара, түс бері, сені ғана алып қашқан беді тегі, қайта рахмет айт, жақсы жерге келдің, бір апта бұрын Тұрсынбайдың үйіне де келін түсті, вот соған обал, дымы жоқ кедейге келді, ал сен түскен үйде зато 2 сиыр бар. Президентіміздің өзі 2 сиыр айран, 2 қатын ойран деген, сиырды сауып, айран істеп ішіп, артылса сатып отырасың. Вот, например, мен», дей бергенде домаланған қара әйел сөзін бөліп: «Тұршы былай, аузын жабылмай жарты сағат өзіңнің тарихыңды айтып тұруға уақыт жоқ». Әрі қарай Айгүлге қарап жұлқынып, түкірігін шаша тез-тез сөйлеп кетті. «Айналайын шырағым, ешкімге назар аударма. Басы қатты болса, аяғы тәтті. Жақсы өнегелі отбасына келдің. Қыздың мақсаты кету. Осы ауылда келген келіндердің бәрі жаман болған жоқ. Үйренісіп, ойнап, қалжыңдасып кетеді. Сен де жаман болмайсың. Енең жақсы адам, аузынан шөп алмайтын жуас». «Ой, не деп кеттім, қалай айтатын еді?»
деп сұраулы көзбен жанындағы ұзын ақ сары келіншекке бір қарап. Білмесеңіз, мақал айтып неңіз бар? Қой аузынан шөп алмайтын жуас дейді. Жоқ, ешқандай да қалмаймын. Үстеріңізден милицияға арыз беремін. Әлі өкінесіздер. Осы ауылдың милициясы, осы үйдің туысы, біліп қой айналайын, деп ұзын ақ сары келіншек мұрнын шүйіріп, бағанағы екеудің мырс етіп күлгені енді белгілі болғандай. Ой, тұрайық енді осында, әләуләйлім хәләуләй деп, қолынан тартып түсіре беріңіздерші, кеште болды, үйде балашаға бар, деп итермелеп келген ұзын ақ сары келіншек Айгүлдің қолынан ұстап сыртқа тартқылай бастады. Ашумен бой бермесе де, қатқан білекті екі әйелдің күшіне шамасы жетсін бе, екеуі екі қолмен тартқылағанда машинадан сыртқа бірақ шықты. Айгүл шығысымен ақ біреуі орамал жауып, әжей шашу шашып, колонкада музыка қосылып, конфетке таласқан балалар, сырттан үрген ит даусы, келін көруге қаумалаған адамдар айғайшу басталды да кетті. Жиналған адамдар бірінен соң бірі артынан итермелеп үйге бірақ кіргізді. Енді назын кімге айтсын? Бақырып шақырғанмен олар көп, ол жалғыз. Жалғыздың үні шықсын ба? Босаға аттадың, енді кетсең, анаңды жерге қаратасың. Кейін есік көрген қыз деп ешкім қарамайтын болады. Кәрі қыз атанасың, деген әйелдердің даусы әлсін-әлсін құлағына келіп жатты. Бәрі қорқынышты түс сияқты. Бағанадан арпалысып, тартысып, әбден шаршаған ол, қарыны ашып, шөл қысқанын енді сезді. Таңертең анасы оятып, басынан жұмсақ қолмен шаштарын сипағаны, ас ішіп алсаңшы дегені ойына оралып, көзіне еріксіз жас келді. Өзінің емес, анасының атына сөз келмесін деп еріксіз көнген еді. Ушудан ойын жинақтап үлгермеген сәтті пайдаланып, өз еркіммен келдім деген хатты да жазғызып алған болатын. Дастархан да жайылып, кәрілер бөлек, келін отырған үстелге жастары бөлініп жайғасып жатты. Бұл уақытта қыздың анасына қалың малын беріп, екі хабарша адамды жіберген еді. Шашы қара арықтау келген бір жігітті достары артынан қағып, Айгүлдің жанына жайғастырып жатты. Бәрі орнын тауып отырған соң, бағанағы дәу қара жігіт сөз бастап кетті. Атым Абай, руым Қыпшақ, өзім қара, сөзім дара, мен боламын тамада. Ат үстінде ойнақтаған, көкпар тартып қой баптаған Жәнібек деген жігіт жолдасыңыз болады, деп арықтау келген, шашы өсіп, қолдары тілімденген, жанында отырған жігітті меңзеп. Өзінше қалыңдық алуға дайындалғанын, қыртысы шыққан көйлектің сыртынан қолқылдаған костюм киіп, шашын сулап, бір жағына қайырып қойғаннан ақ байқауға болатын еді. Тамада жігіттің таныстырғанына қызарып, күліп қояды. Әке шешесі, ағайын туысы шешім шығарып, достары қыз алып бере салғанына мәз. Өзі бір істі шеше алмайтынын бар болмысы көрсетіп тұрғандай. Бойы да, ойы да бар әппақ жүзді арықтау биязы келген Айгүл алып қашпағанда мына жігітке көз қиығын да салмас еді. Тамада жалғастырып бәрін таныстырып жатты. Қайсысы бәрі есінде қалсын. Ұзын сарыны ғана кластасы екенін білді. Жанындағы қыз жолдас болып отырған қызға қалыңдықтың аты жөнін сұрап таныстырып беруін өтінді. Басын еңкетіп құлағына тосқан қыз Айгүлдің аты жөнін, руын білген соң достарына толығымен таныстырып жатты. Ары қарай домбырамен ән айтты, күй шертілді, ойындар ойнатылды. Сәл уақыттан кейін ет те дайын болған еді. Кеш те батқан болатын. Айман ұлы оқудан келген соң кешкі астарын ішіп отырған еді. Айжан бүгін құрбыларымен кездесеміз деген еді. Звондап қашан келетінін білші. Я, анашым, қазір. Айгүлдің телефонына қоңырау шалған Аян аң-таң. Ар жағынан Ләззат апайдың даусын естиді. Алло, Аянсың ба? Я, мен ғой апай. Бұл телефонды жұмыстан келе жатып жолдан тауып алдым. Айгүлдің телефоны екенін суретінен байқап, қалтасынан түсіріп алған шығар, өзі хабарласып, алып кетер деп отырған едім. Айгүл үйде ма? Жоқ, әпкем достарымен кездесуге кеткен. Онда сен келіп алып кетерсің. Мамасына мән жайды түсіндірген Аян Ләззат апайдың үйіне кетеді. Үйден шамалы ұзай бергенде бір ақ машинаның үйлерінің алдына тоқтай қалғанын байқайды. Ағайын туыстардың бірі болар деп әрмен қарай жүріп кетті. Айгүлдің телефонын алып, жолды теуіп, өзімен өзі секіріп әндете, Аян үйіне де жетеді. Үйге кіре анасының ойбайлап жылаған даусын естиді. Босағада тұрған екеу біреусінің бас киімі анасының алдында жатыр екен. Үйге кіре бергенде Аянды анасы құшақтай алып, Аян,
әпшеңді алып қашыпты, Айгүлді алып қашыпты, менің қаршадай қызымды алып кетіпті мыналар. Құдайым-ау, қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Есі дұрыс адамдар қыз алып қашама? Төбесінде шашы жоқ, ақ мұртты, арық келген, аласа бойлы ағасы Серікжан боламын деп таныстырған жігіт, басын еңкейтіп апайдың алдына сабақ айтып тұрған баладай кібіртіктеп: «Құдағи, бір ашуыңызды бізге қиыңыз енді. Ауыл ағайын туыс болып жиналған 1 миллион ақшасымен бір ат сіздерге арнайы алып келдік», деп конвертке салынған ақшаны екі қолымен дірілдете Айманға ұсынып. Алдында тұрған адамның әрекетіне, сөзіне таңдана қараған ол, ернін жыбырлатып іштей жіберген адамның түрі мынау. «Қандай жерге бардың, қайран қызым-ау?» деп көздерінен жасы еріксіз ағып, аузын баса, Айман бір сәт қана тынып: «Сендер не, қызымды ақшаға сатып аламын деп отырсыңдар ма? Әкелген ақшаңды қалтаңа салда, кетіңдер үйімнен!» Бәрін сырттай бақылаған Аян анасы көп уайымға түссе, қан қысымы көтеріліп кететінін жақсы біледі. «Анашым, уайымдамаңыз, қазір бәрін шешеміз. Болар іс болды. Ұлым, мыналарға кеттеші, кетсінші үйден!» «Не қып тұрсыздар? Кет деді ғой сіздерге!» Бір-біріне қарап, ыммен сөйлескен екеуі ештеңені шеше алмайтындарын түсінді ме, жаймен шығып кетті. 5 минут өтпестен жаңағы ежектеп сөйлейтін Серік ағасы есіктен сығалай кіріп: «Бас киімім қалып кетіпті», деп жерде жатқан бас киімін алып, қағып басына кие, Айманға көзін жыпылықтап бір қарап: «Сау болыңыз», деп артқа айнала бере есікке соғылып далаға шығып кетті.